Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Ең қарапайым күн. 34, 35 іздеуді бастайым. Петя мен Боряны көріп тұрмын. Федя өзі табылды. Әділетсіздік қой. Егер түшкірмесем, мені ешқашан таппас еді. Тіпті 1 жыл өтсе де. Қойш, мен іздегенде алдымен ағаштарға қарайым. Себебі аулада басқа жасырынатын жер жоқ. Ал орманда болса оп-оңай жасырынар едім. Нұр әпке бізді орманға жібермейді. Осында ойнай берейік. Петя, сен іздейсің. 1, 2, 3, 4, 5. Түсінсем бұйырмасын, ол қайда кетіп қалды? Мүмкін орманға кетті ме? Оны орманнан ешкім таба алмайды деген есіңде ме? Мен тауып алам, оп-оңай. Боря, оны жалғыз өзің іздемексің бе? Ол менің бауырым, оны өзім іздеуім керек. Құтқарыңдар, құтқарыңдар. Федя! Боряны бекер жалғыз жібердік. Енді қайтсек екен? Мен білемін, турбозаврлар көмектеседі. Керемет сурет. Бізге көмектерің ауадай қажет. Достарымыз адасып кетті. Шуламаймыз. Зер көмекке дайын. Орманның мұндай үлкен екенін білмеппін. Шаршадым, қарным ашты. Менің де шөлдедім. Қызық, бізді табар ма екен? Оларды таптым, бірақ оларға жету қиын. Бір жағында батпақ, ал бір жағында жыра. Жыра арқылы барайық. Мәссаған, жыра деп осын айт. Енді қайттық. Мүмкін емес деген сөз жоқ деуші едің ғой. Енді қалай өтеміз? Құлаған ағашты көрдің бе? Содан көпір жасаймыз да арғы бетке өтеміз. Турбозаврлар алға! Тор, көпір салатын жерді таптап нығызды. Анки, сен ағашты бекіт те траққа бер. Ал сен діңгекті жыраның қарсы бетте қарай лақта. Ой, мұның бәрі таңғы жаттығу. Енді қалай өтеміз? Бір ой бар, үлкен көпір салса ше. Міне, мынандай. Бұлай болса тіпті керемет. Бағаналармен орнатылған көпір. Ғажап! Зедо, көпірге діңгек іздеңдер. Бұл діңгектерді осында жеткіз. Тор, енді бізге үлкендеу алаң керек. Бағаналар берік болмай қалса ше. Қазір бәрін берік қыламыз.
Төсеуге тақтайлар қажет. Анки, бөренелерді траққа бер. Олардан тақтай кесіп, бағаналарға төсесін. Оятпай-ақ қой, менің бір ойым бар. Бірақ ол үшін жол талғамайтын көлік қажет. Балалар қайда? Кеш болып кетті. Олар қайда жоғалып кетті? Балаларым жоғалып кетті. Уайымдамаңыз, жасырынбақ ойнағанбыз. Оларды іздеп міне таптық. Жүріңіз. Федя, Боря, жерде ұйықтауға болмайды. Суық тиіп қалады. Батпақ қайда? Қорқынышты орман ше. Түс көрген ғой. Жүріңдер, бәліш дайын. Достарыңды да шақырыңдар. Достардың орны бөлек. Иә. Турбозаврлар. Әуреге салған мысық. Лақтыр. Бүлдірдің ғой. Мүмкін емес. Допты жолға лақтырдым ғой. Мынаған қара. Бұл жерге бір жануар келіп, гүлдерді таптап кетіпті. Сәлеметсіз бе? Мысығыңыз барын білмеппіз. Ол менікі емес, өзі адасып келген. Егер бір нәрсе бүлдірген болса, оған мен жауап бермеймін. Атын білесіз бе? Мен қайдан білейін? Барсик деп шақырсам жетіп келеді. Балалар, түскі асқа келіңдер. Әбден тойдым. Бәрі өте дәмді болды, әже. Әже, ыдыс жууға көмектесейін бе? Жоқ, әуре болма. Дәл қазір ыстық су да жоқ. Ойнап келіңдер. Барсик! Не болды? Барсик жоғалып кетті. Қашық кеткен шығар. Ал мен оған үйренісіп қалып едім. Барсик алысқа қашып кетсе, оны табу қиынға соғатын шығар. Барсик! Мүмкін емес деген сөз болмайды. Міне, қара, із жатыр. Оны тауып, көршімізге қайтарамыз. Бізге кім көмектесетінін білемін. Адасып кетуі де мүмкін. Сол да сөз болып па. Мысықты табамыз. Солай ма, Зер? Іздеуге ұшып бара жатырмын. Барсиктің қайда екенін білем. Соңымнан еріңдер. Кес. Барсик! Ол бізге сенбейтін сияқты. Турбозаврлар алға! Трак, ona байлап түсіріп көр. Құлап кетеді ғой. Оны қалай түсірсек екен? Бір ой келді. Баспалдақ жасасақ ше. Міне, мынадай. Тор, баспалдаққа жер тегістей бер. До, баспалдаққа лайықты бөренесте. Анки, оларды бері қарай тасы. Трак, сен бөренелерді жаңқалай бер. Сақтандыру арқаны ше. О, міне, арқан таптым. Зер, оны жоғарыға жеткіз. Мәссаған. Бұл не?
Не екенін білетін сияқтымын. Құбырларды жаңасын ауыстырып жатыр. Сол себепті ыстық суды тоқтатқан екен ғой. Қап! Жетпеген осет! Барсик, Барсик. Неге бір орында қатып тұрсың? Айдаһарларды шақыр. Айтсам сен бессіңдер. Бірақ бізге тағы да көмектерің қажет. Иә, оңай шаруа емес. Бәріміз бірігіп, шаруаны тындырып тастайық. Трак, құбырды көтеріп ішін қара. Егер ішінде мысық жоқ болса, құбырды маған беріп, оны орға орналастырасың. Анки, құбырды бетонмен қапта. Тор, үстіне топырақ таста. Ал біз не істейік? Сендердің ең маңызды жұмыстарың мысық атылып шығып қашып кетпесін. Бақылап тұрыңдар. Әне ол, ұста деймін, қашып кетпесін. Ой, сендер барлық құбырды орналастырдыңдар ма? Енді ыстық суды да тезірек жіберетін болды. Мысықты таптық. Міне ол. Барсик, қайтып келді. Рахмет сендерге. Қайда қашып кеттің? Неге қаштың? Үй жақсы емес пе? Солай ғой, Барсик. Әрине. Енді бұл да сенің үйің. Турбозаврлар. Дауыл. Енді не істейміз? Я, күтіп отырмын. Көлік өте алмай тұр. Түнгі дауылдан кейін жолға ағаштар құлап қалыпты. Қалаға қалайда баруым керек. Ипполит. Катя, турбозаврларға барайық. Жолды тазалау керек. Бұл дауыл нағыз жағымсыз жаңалық болды. Жел, күн күркіреу, найзағай. Быт-шыт, ағаштар құлап жатыр. Иә, жолды жауып қалыпты. Әже қалаға кете алмай отыр. Көктен барлап қайтайын, ал сендер топты жинай беріңдер. Жолда 9 ағаш жатыр. Біреуі өте үлкен екен. Әрі жолда терең арық пайда болыпты. Өзен көпірді бүлдіріпті. Оны да жөндеу керек. Жұмыс көп. Тор мен трак керек. Олар ұйықтап жатыр. Жаңбыр басталғаннан ақ олар... Оятпасақ болмайды. Тор, трак. Олар тіпті күн күркірмен найзағайға да оянбайды. Енді қайттық. Олардың көмегінсіз қолымыздан ештеңе келмейді. Бір жолы бар. Турбозаврлар алға! Мінеки, бәрі осында. Қане, бәріміз бірге. Турбозаврлар алға! Олар әлі оянбаған ғой. Орнынан тұрғызып, бірақ оятуды ұмытып кетсең осы ғой. Мен ұйықтағанда жоқпын. Ойланып кетіппін. Бәрі дұрыс, трак. Жарайды, іске кірісейік. Жапырақтар. Тор, мұның не? Бізді көріп қою мүмкін. Үйден кеткенімізге қанша уақыт болды? Біраз уақыт өтті. Әже кетуі керек еді. Бол, тездете аласыңдар ма? Әрине, іске кірісіңдер.
Турбозаврлар алға. Тор, мына діңгекті кесу керек. Трак, жолды босат. Анки, Зер, біз көпірді жөндеуге барамыз. Әжеге баруымыз керек. До, бізді жеткізіп тасташ. Ең жүйрік әрі сәнді көлік қашанда дайын. Маған еш нәрсе кедергі бола алмайды. Уайымдамаңдар, жолды тазалап ашып қоямыз. Әже, ұшқышы жоқ көлікпен барғыңыз келе ме? Әрине. Бірақ жолдан өте аламын ба? Мына көлікпен өте аласыз. Трак, көпірдің бүлінген тіреуіштерін алмастыр. Олар келе жатыр ма? Трак, жасырынып қал. Керемет жұмыс атқардыңдар. Көпір жап-жаңа болып қалды. Иә, енді 100 жыл тұратын шығар. Турбозаврлар. Найзағай. Көптен бері жаңбыр жаумай кетті. Гүлдер солып жатыр. Әже, ана бұлтты қараңызшы. Жаңбыр жауады ау, Ой-ой-ой, ол жай ғана жаңбыр емес, найзағай болатын сияқты. Петя, Катя, тезірек үйге кіріңдер. Жоқ, алдымен барлық алманы жинау керек. Дұрыс айтасың, бара жатырмын. Мұның не? Күн күркіреу деген қатты дыбыс қана, одан қорықпай-ақ қой. Ал найзағай деген басқа. Себебі ол басқарылмайтын электр. Найзағайдан өрт шығып, адамға зиян тигізуі мүмкін. Мектепте оқығанбыз. Меніңше күн күркіремейтін сияқты. Жүр қыдырайық. Тоқта, меніңше орманда бір нәрсе өртеніп жатқан сияқты. Қайда? Әне қараш, анау жерге жаңа ғана найзағай түсті. Әже, орман өртеніп жатыр. Қазір өрт сөндірушілерге хабарлайын. Өрт сөндірушілер келгенше отты сөндіріп көрейік. Дұрыс айтасың, бірақ жалғыз өзіміздің қолымыздан келмейді. Сондықтан достарымызды шақырайық. Отты тоқтату үшін көмектерін қажет. Қиын тапсырма екен. Қиыны қиын, бірақ ол да қолымыздан келеді. Жақын маңда тоған бар. Егер мына жерден арық қазып, оны суға толтырсақ, ары қарай өртенбес еді. Жоспарың іске аспай қалса ше? Өрт қалаға жақындауы мүмкін. Адамдарға ескерту керек. Доны ертіп, көршілерге ескертіп шық. Көшуге дайын отырсын. Ал біз арық қаза береміз. Турбозаврлар алға!
Тор, бол, екеуің арық қазыңдар. Сен мына жағынан, ал сен мына жағынан. Мына жерде шырпымен сынған ағаш көп екен. Егер оларға оттың ұшқыны тисе, бітті дей бер. Трак, шырпыларды жина. Жақсы. Анки, діңгектерді оттан алыс жерге тасы. Мен не істейін? Ал сен көктен өрттің бағытын бақыла. Жел бізге қарай соғып тұр. От жақындап қалды. Солтүстік шығыста. Қайда дейсің? Трак, мән берме. Рахмет, Катя, көшуге дайындалып отырайын. Бәрін дайындап қойдық. Демек, өртеніп жатыр, солай ғой. Ал мен алмаларды жинап та үлгермедім. Жарайды, амал жоқ. Бәріне ескертіп жүргенің құптарлығы секен. Жарайсың, мақтауға тұрарлық. Сақтықта қорлық жоқ. Өртті тоқтата алатын шығар. Алақай, өртті сөндірдік. Себебі біз бір топпыз. Достардан құралған топ. Неткен көрініс. Суреттерді қараңдаршы. От, түтін, бәрі арық қазып жатыр. Тек мен ғана жоқпын. Өйткені сен суретке түсірдің ғой. Өрт сөндірушілер келе жатыр. Қазір бәрін өшіріп кетеді. Үлгеруім керек. Турбозаврлар. Зымыран. Ей, қайда кеттіңдер? Футбол ойнайық та? Бос емеспіз ғой, көрмей тұрсың ба? Не істеп жатқанымызды сұрама. Ол құпия. Айып тоба, аяғыңды тостың, тіспен ойнадың. Солай ма? Жарайды, мен өте алыстан бар екпінмен келемін. Мінеки, біз зымыран құрадық. Бірақ бұл әжемнің қол арбасы ғой. Қол арба болған, ал енді зымыран. Мұның не? Сындырасың ғой. Ғажап, айдауға бола ма? Жоқ, зымыранды тек біз ғана айдай аламыз, ал сенің қолыңнан келмейді. Меніңше сендер сараңсыңдар.
кеттік достар. Біз сараң емеспіз. Тек жай ғана ұқыптымыз. Ал енді естелікке суретке түсейік. Ха, керемет! Енді былай көрейік. Трак, сен өте ауырсың. Бұл тым қауіпті. Тежегішті бас, Трак, алдымызда батпақ бар. Тежегіш туралы ұмытып кетіппін. Тездетіңдер, Трак батпаққа құлап кетті. Трак бәлеге ұшырады. Турбозаврлар алға! Мен құтқарушы болам. Жоқ, болмайды екем. Уақытты текке кетірмейік. Батпаққа батып кетер. Анки, оған Смарқанды лақтырып, оны жағалауға шығар. Петя, Катя, тезірек Смарқанды тартып, ағашқа ораңдар. Шыда, Трак, жақындап қалдым. Ілгекті лақтырыңдар. Тезірек! Не істеу керегін білеміз. Тор, сенің көмегің қажет. Анки, тарт! Мені батпақтан шығарғандарың үшін рахмет, достар. Турбозаврлар қашан да көмекке келеді. Ал мен ұшып келем. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.